Армысың қазағым. Мейірбан Шекеев пен Серікжан Біләш ортасында бәсеке ерегес пайда болыпты. Ең бірінші Мейірбан Шекеев өзі бастапты. Мынау Қытай жалауын қазақтар жағып өртеп атқан Серікжан Біләштен көріпті. Серікжан Біләш деген бұл үлкен біздің ағаларымыз қатар ағамыз, әкеміз қатар әкеміздей. Мейірбан Шекеев те біздің сол көкеміз, былай айтқанда Қазақстан ішіндегі беделді азаматтардың бірі. Бірақ мен екеуінің де бұл ерегесіне өзімнің реакциямды беріп кеткім келді. Сондықтан Мейірбан Шекеев мырзаға айтарым: Мейірбан аға, сіз өте жақсы заңгерсіз, басқа заңгерлерге қарағанда. Ақиқатты айтасыз, ақиқат жолында күресесіз. Мынау үкіметтің кейбір полиция қызметкерлерінің, кейбір құқық қорғау органындағы жұмысына немұрайлы қарап жүрген адамдарды сіз әділдікке шақырып, солардың қателігін айтып жүрген заңгерлердің бірісіз. Сіздей заңгер Қазақстанда жоқ. Сонша доктормен бәсекелесіп, бәрі Қаржаубайды қолдап атқан кезде, бір доктор Қаржаубайды қаралап, жамандап атқан кезде, сіз сол доктормен алысқан адамсыз, соның көтін ашқан адамсыз. Мен сіздің жұмысыңызды жақсы білем. Сізге үлкен алғыс. Бәрі сізді көп, мынау TikTok әлемінде жүрген белсенділер сізді үкіметтің адамы десе де, мен сізді решать етіп жүрем әрдайым. Жоқ, Мейірбан Шекеев басқа заңгерлер сияқты емес, басқа заңгерлер сияқты системамен жүрмейді. Ол конституциядағы өзінің құқын жаттап, сол менен жүреді деп әрдайым сізді решать етіп келгенмін үлкен орталарда. Енді сіз қазақ үшін мынау Қытайлардағы көптеген қазақтардың жағдайын айтып, солардың ата-аналарына сұхбат алып, көп Қытайда жүрген Қазақстан азаматтарын решать етіп жүрген, соларды Қазақстанға келтіріп жүрген Серікжан Біләш ағаға да тиіспесеңіз деп мен сұрайтын едім. Өйткені сіз де ол да шетелдегі қазақ азаматтарына үлкен жақсылық жасап жүрсіздер. Солардың ата-аналарына, солардың отбасыларына оралуына үлкен қызмет жасап жүрсіздер. Бірақ енді сіз Серікжан Біләш мырзаға тіл тигізсеңіз, көптеген қазақтар сізге хейт комментарий жазады, сізді жаман көріп қалады. Мен сізге сол Шерзаттың уақиғасынан бері сізді жақсы танитынмын. Сізбен өзім де жеке кездескен болатынмын, бірге суретке түскен болатынмын. Сондықтан да сіз үлкен абыройлы азаматсыз. Осы үлкен абыройыңызбенен қазақ халқына жаманат көрініп қалмаңыз деп мен сізден өтініш қылатын едім. Серікжан Біләш емес, одан да үлкен акулалар бар ғой, солармен алыссаңызшы, Серікжан Біләшқа тиіспесеңіз деген ойда едім. Өйткені көп қазақтар оны қолдайды. Оған дәлел мына комменттер, пікірлер. Сондықтан да қазақ халқына жаманат көріп қалмаңыз. Қасықтап жинаған абыройыңызды шелектеп төгіп алмаңыз деген сізге үлкен өтінішім бар еді. Ал енді Серікжан Біләшқа келсек, Серікжан Біләш мырза, сіз шетел азаматысыз, шетелде тұрасыз. Кезінде Қытайда тұрып, Қытайдан көшіп Қазақстанға келдіңіз, Қазақстаннан Америкаға кеттіңіз, көп қудаландыңыз. Енді Қазақстанның ішіндегі бір заңгер айтты екен деп, соған жауап беріп, сонша халықтың алдына сізде жаманаты көріп қалмаңыз дегенім ғой. Өйткені Мейірбан Шекеев мырзаның инстаграмындағы көптеген адамдардың жазған пікірлері міне мынаған дәлел. Сондықтан да сіз де өз абыройыңызды төгіп қоймаңыз деген менің де сізге айтар үлкен өтінішім бар. Мейірбан Шекеевке тиіспесеңіз деген. Өйткені Мейірбан Шекеев ел ішіндегі көптеген жақсылықтар жасап жүр. Сіз сырттағы қазақтарға үлкен жақсылығыңыз, лекцияларыңызбенен, жақсы сөздеріңізбен, әрекетіңізбенен, резонансыңызбен көптеген азаматтарымыз елге оралып жатыр. Қытайдағы кейбір заңсыздықпенен қудаланып, заңсыздықтың құрбанына ұшыраған сонша қазақ бауырларымызды сізде елге қайта оралып, соларға үлкен резонанс қылып көмек беріп жатсыз. Бұл резонанс деген үлкен көмек. Сондықтан сізде өзіңізге лайықты бір соперник тапсаңыз деген ойдayım. Шетелде де көптеген араңдатып жүрген қазақ халқын, өзі кейбір құқық қорғау органдарына жұмыс жасап, қазақтарымызды түрмеге қаматып, соттатып жүрген белсенділер, шала белсенділер, TikTok герой белсенділер бар екен. Солармен алыссаңызшы, немесе соларды араңдатып жүргендермен алыссаңызшы, Мейірбан Шекеевке тиіспесеңіз деген үлкен менің өтінішім бар еді. Сол айтайын дегенім, егер қазақпын десеңіздер, қазақтықта ауызбіршілікті бұзбауымыз керек. Біз бір-бірімізге деген құрметіміз, ауызбіршілігіміз, егер бәріміз бір болып бас қосатын болсақ, алынбайтын қамал жоқ. Кез келген заңсыздықпен, кез келген әділетсіздікпен күресе аламыз, және сонда Қазақстанда өзгеріс болады. Бізге ең бірінші ауызбіршілік керек. Одан кейін
өзгеріс, революцияны ойлап қарасаңыздар болады. Әзірге мынау түрімізбенен ешқандай Қазақстанда революция қыла алмаймыз және революция болмайды ағайындар.